Ал сонымен құрметті достар, екінші есеппен жалғастырайық. Бұнда есеп шығару үшін біріншісінің алымын екіншісінің бөліміне, екіншісінің алымын біріншісінің бөліміне көбейтеміз. Сонда 4х квадрат минус 4 тең болады x квадрат қосылған 4х. Бұның барлығын сол жаққа көшіретін болсақ, сонда 4х квадраттан x квадрат азайтылады. Бұл бізде 3х квадрат. Одан кейін 4х солға шығаратын болсақ минус 4х. Азайтылған 4 тең 0. Сосын дискриминант арқылы b квадрат минус 4 атса дейтін формуламен бұның дискриминантын табатын болсақ, 16 азайтылған 4 көбейтілген 3 көбейтілген минус 4, 16-ға 48-ді қосамыз. Сонда бізде 64 шығады. Бұл бізде толық квадрат, яғни 8 санының квадрат. Сонда формула бойынша 4 плюс минус 8 бөлінген 2 жерде 3 6. 4-ке 8-ді қоссам 12, 6-ға бөлсем 2. 4-тен 8-ді азайтсам минус 4, 6-ға бөлсем қысқарып минус 3-тен 2 болады.